кішкене еріңді алға шығар. Енді үрле. Қойшы ерінбейін. Керек емес, кімге сұрам? Маған? Ертең маған келетін кезінде керек болады? Мен саған? Иә. Бармайым. Керек болса өзің келесің. Салтанат, сен Астанаға оқуға түссең, мен Алматыға түссем, бір-бірімізді қалай көреміз? Хат жазып тұрамыз. Жоқ, оны білем ғой. Бірақ мен сені алыстағым келмейді. Уайымдама. Мен сенімен бірге болам. Қайда болсам да сені жақсы көремін. Мен дұрыстап көрле. Қатыстар, түлектер, тілек айтайын. Армандаған оқуларыңа түсіңдерші. Араласып жүрейік, бір-біріміз танымай кетпейік, жарай ма? Не деймін, аман болайық, араласып жүрейік. Беріктің өзі де келді. Берік, өзің бір Тілек етейін ба? тілек. Ал, түлектер, класстастар, 2002 жылғы бітірген қыздар, жігіттер. Құтты олсын бәрімізге. Қалаған оқуымызға түсіп кетейік. Бастық болып кетіңдер. Біреуің милиция болыңдар, біреуің доктор болыңдар. Мен класстасым бар деп кіріп барайық. Срочно байып кетіңдерші. Енді мен қазір істе тұрышым ба? Мен осы жерде сәтті пайдаланып, бір маңызды бір зат айтайын деп едім. Салтанат, маған тұрмысқа шығасың ба? Просека. Сен осында екенсің ғой. Түсінбедім. Мен сені іздеп, мынау Алматының барлық ресторандарын аралап жүрсем, ең әдемі қыз осында екен ғой. Can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone can treat me like you do, and fill my heart with love for only you. Only you. Берік. Сен мені сүйесің бе? Ендеше үйленейік. Қумашы қызым бар ғой. Так. Сәлем, дәрігер. Кіруге бола ма? Иә, кір. Бөгет жасамадың ба? Сен не істеп жүрсің мұнда? Саған обед алып келдім, жаным. Мен ержанмен бара салады деймін ғой столовыйға. Үйдің тамағы ғой, дәмдірек болады. Кім, Нұрай? Сен кеше де келдің, дұрыс па? Бүгін де келіп отырсың. Күнде осылай тасымақшысың ба енді? Жоқ, күнде емес. Но үйленсек, күнде әкелем.
Балам, қалайсыз? қалай? Міне, жұмыс па? Жұмыс жақсы? Жо, Нұрайды айтам. Бүгін барды ма? Мам, сіздің идеяңыз ба? Ой, сіздің мам. Енді болашақ күйеуінің жағдайын жасасын. Болашақ күйеу? Иә? Мам, сіз ешкім асып атқан жоқсыз ба? Жоқ, қыз жақсы, әдемі, бірақ енді оны әйел ретінде елестету пока не могу. Басқа кім керек, а? Жасың болса 40-қа келді. Пенсияға дейін жүрейін деп пе едің? Хорошо, просто 36-та мен әлі, 36. Әлі уақыт бар. Асықпаныш. Балам, тыңдашы енді. Тыңдашы. Енді жақсы қыз. Әке шешесін танимыз. Шешесі қандай керемет адам. Сол қызды алсаң болды енді. Мам, көреміз, көреміз. Берік, тыңдашы енді. Мынандай өсіп кеткен ғой, прикинь, кокос ұқсап бір шетіне бүйтіп салбырап тұр ғой. Құдай сақтасын. Аптес анау. Бәскілер білесің ғой, тақалған кезде келеді ғой. Все, болды, айтпашы урологический темалар. Сен де бір ауызын ашсаңшы. Күнде көретін нәрсем сол ғой. Сен көл рахат. Бүйтіп отырасың бүйтіп. Шешініңіз деп өзің бүйтіп. Аналар деп шешін алса, фигурасы машиналарға сіз кешке жекеге қалыңызшы деп мачо отырен ғой өткенде. Мен ба сен уролог қылған. Мен сияқты пластический хирург болмасам да хотя бы гинеколог бола салмадым ба? Қозма, қандай гинеколог? А че? Қатын өлтіреді ғой мен. Жұмыстан шығарып алады ғой. Сосын не ма? Не айтқың келіп отыр? Айтсай. В общем, Москваға жұмысқа шақырып отыр мен. Қош! Ой! Қосма сен. Нұрайға үйлендіп, еді қалсай соққырым. Соқта ертерек көтерілесің, мен саған айтайын. Білмеймін, соны ойланып отыр. Сен барайын ба, барамын ба? Атқанша болды айтпақшы. Ой, сен құсы мен әңгіме айтып отырып, операцияға кетейін деп отырмын ғой. Не ғой? Не істейін соны, барайын ба? Жаңа кокосқа барып кетейін деп отырғаным ғой. Не? Сен не аласың бүгін обедті? Мында фук дейтін ала салу керек еді. Обед... Осы жерден ішесің ба, жоқ анау? Болашақ қатыныңа әкеп бере ма? Алып келді уже. Қош? Қатын демеш, пожалуйста. Неме қатын? Қатын емес ол. Қатын. Болмайды ол қатын. Мамаң алғызады сол қызды. Көрсін, иісі кетті ма? Кетшей. Новый перчатка ала салу керек еді. Москва, Москва, Москва. Берік, Ержан қайда? Ерім, сәлем. Ержан операция беріп кетті, не болды? Мен Арсен тапсырып кетейін деймін ғой, жұмысқа қалып бара жатырмын мен. Енді Ержан әлі 1 сағаттай болатын шығар операцияда. Отыра берсін, Арсен? Иә, қал, мен кеттім жұмысқа. Батыр, не болды саған? Неге без настроения? Или қызын тастап кетті ма? Жоға. Енді? Кеше мектепте бір баламен төбелесіп қалдым. Енді ертең ата-ана жиналысы болады. Понял. Соны мамаға айта алмадым. Онда попал. Конкретно попал. А может, сіз папам болып барасыз жиналысқа? Жоқ, мен бармайын. Папам барады, уайымдама. Берік аға, өтінем, көмектесіңізші. Кіндік әкем емессіз бе, осындай кезде көрініп қалатын? Сен кішкентай болып манипулируешь, что ли? Вот ты даешь, а? Қайдан білесіз? Может, көмегің тиіп қалатын шығар. Қандай көмек тиюі мүмкін сенен? Қазір тимесе, өсемін ғой. Өтінемін аға. Жоқ. Бірінші рет, соңғы рет. Жарайды. Келесі рет ПС-қа барған кезде барсаны сіз аласыз. Точно? Точно. Онда келістік. Міне осында. Так, тоқта. Мен сенің әкең емес екенді біліп қоймай ма? Жоқ, менің әкем әлі мектепке келмеген. Отлично. Так, апайын аты.
салыңыз. Салыңыз. Көзімді жұмсам да көрем сені, еседі арманым қоңыр желім. Куә бол Алатау бақытыма, куә бол көктерек көлеңкелі, куә бол жұлдыз, куә бол айым, куә бол Алатауым, куә бол... Сәлеметсіз. Сіз кімнің әкесі боласыз? Мен жоқ, ешкім... Арсеннің папасымын мен. Отырыңыз. Так. Алдыңғы жылмен салыстырғанда балалардың үлгерімі нашар. Оқуымды бітіріп, Астанада жұмыс істедім. Сосын осында келдім. Мама, папа, ауылда. Өзіңше? Өзім пластикалық хирург. Әжім-пәжімдерді кетіреміз, үлкейтеміз, азайтамыз. Егер керек болса, айт. Жоқ, бірақ саған қажет жоқ. Өйткені сен сол баяғыда әдемісің. Сені Арсеннің әкесі деп ойламаппын. Жиналысқа әйелің келеді ғой? Иә, өйткені ол қоя тұршылар, сен қалайсың өзіміз, қанша жыл болды көріспегелі. Мен сен тұрмысқа шықты деп естідім, бірақ ол Сақинаң жоқ екен саусағында. Рас па, рас емес пе сол? Иә, шықтым. Жақсы. Бірақ ажырасып кеттік. Енді ондағындай өмірде болып тұрады. Кім ажыраспай жатыр дейсің қазір? Сосын негізі мен Арсеннің... Салтанат, сен завод шақырып жатыр. Рахмет, қазір барам. Сол кездескеніме қуаныштымын. Маған енді кету керек. Онда Арсен деп Салтанат, саған хабарласып тұрсам қалай қарайсың? Не үшін? Өйткені сол Арсеннің сабағын білу үшін... Иә, хабарласып. Сол ғана айтпесе, былай... 701, иә? 556. Салтанат, жаңағы жігіт кім? Ол менің бұрын класстасым ғой. Красавчик екен. Неге тиіп алмайсың? Саған анандай көздермен қарады ғой. Қандай көзбен? Анандай андай жүрек көздермен қарады ғой. Ол менің классымдағы Арсеннің папасы ғой. Папаға ұқсамайды. Тем более Арсеннің. Мүмкін мамасына ұқсаған шығар, иә? Білмеймін.
Арсен! 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 Босай тез. Қайсың? Берік аға, сіз бұнда не істеп жүрсіз? Ача болмай ма не? Сіз менің әкем емес екенін біліп қойды ма? Мені өлтіреді ғой енді. Айқайламаш, паникер, ты чё так занервничал? Ешкім нәрсе білген жоқ. Просто сенің бір көмегің керек болып тұр. Қандай көмек? Сені мұғаліммен қайтан кездестірші мені. Оны қалай істеймін? Ну, қалай? Көмектесе алмайтын сияқтымын. Ты что, офигел, что ли, щегол, мен саған көмектестім ба ана кезде? Не дейді сол кезде? Ой, бір уақыт келеді, сіз де бір көмек сұрайсыз ғой деп. Міне, келді уақыт. Все? Не істеу керек? Вот это другое дело. Короче, Арсенчик, былай істеу керек. Мені мына мектепке қайтадан шақыртсай. Қалай? Ау, Арсен. Алло, Берік аға. Терезе сындырдым. Келе беріңіз, болады мектепке. It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. B is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you were talking. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me. Сәлем, Салтанат. Мына сен жақсы көретін білем. Берік, сен не істеп жүрсің мұнда? Сәлем, жаным. Тоқта, бізде жаңа серия бар ғой. Оны көру үшін төмендегі описанияға түсіп, мына сілтемені басу керек. Болды, осыны басып көре берсеңіздер болады. Сосын айтып бересіздер ғой комментарийде қалай болған. It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. B is there.